Қайырлы таң, сіздермен Айрин, Мафушидан, Мальдивадан сәлем. Барлықтарыңызға мен бүгін кішігірім репортаж түсіргім келіп тұр, себебі мен мұнда Мальдиваға келерде ешқандай информация қазақ тілінде тапқаным жоқ. Сондықтан қазақ тілінде информация түсіргім келді, себебі мен мұнда келерде тек орысша информациялармен іздеп, солар арқылы келдім. Ең алдымен сіздер Мальдиваға келеместен бұрын не істеулеріңіз керек? Сіздер резорт немесе отель таңдауларыңыз керек. Негізі көбінде бұл жерге Мафушиға адамдар келеді. Себебі Мафуши кішігірім қала, сосын бюджетный қала деп айтама, арзан қалаларының бірі. Темір резорттарға қарағанда Мафуши арзандау. Мафушиға келерден алдын біз Booking.com арқылы Sirtono View деген отельге заказ бердік, то есть бронировать еттік. $148. $148-ға 2 комната 4 адамға. Яғни бір адам басы $7,500 түсті бізге. Сосын мұнда келген екен $24 жаңағы налог төледік. Сонымен общий алған кезде бір күнге $10,000 жаттық. Бір күнге, 2 күнге $20,000 болып есептелінеді. Біздер 22-23 болдық сонда. Кейінгісі бұл жерге келген кезде тамақтар, су, жаңағы сок дегендердің барлығы кәдімгі біздің Қазақстандағы цена сияқты. Тамақтар, мысалы біз ресторанға барсақ та сол 3,5-5,000-ға тамақтанамыз. Мұнда да сондай. Бірақ сіздер андай керемет сықи ресторан емес, енді кішігірім кафеде тамақтана аласыздар. Сосын снорклинг, дайвинг, басқа резорттарға бару үшін мұнда деген турлар жеткілікті. Айком тур, велотрипс барлығы бар. Сол жерге кіріп, мысалы, тур жалдасаңыздар да болады. Біз бірақ Sirtono View'дің ішінде өзі тур береді екен. Сол 6 адам болғандықтан бізге выгодно түсті. Біз снорклингке $20 бардық. Дельфин снорклинг, тасбақа көресін. Ал резортқа біздер Синтараға барғымыз келген $140. Бірақ ол біз келген күні погода ауа райы онша емес болғандықтан біздер Раналиға бардық. Бірақ Раналида өкінбейміз, өте керемет. Ол бір күн емес, full day деп айтылады, бірақ 9-дан кешкі 5-ке дейін $130. Ішіне не кіреді? Ішіне барлығы кіреді. Мысалы, тамақтанып жатқаныңыз, мысалы, all drinks деп айтады. Жаңа алкогольный, безалкогольный напиткилар, сосын массаж, сол жерде демалу. Не алып кету керек? Мұнда сувенирлер, болмаса басқа нәрселердің барлығы қымбат. Так как барлығы бұл жерге мұнда жасалынбайды, мұнан алып келінеді. Енді сіздер тек қана бір зат аласыздар, ол кокосовый снек. Кокостан жасалынған мұндай қамысқа оралған құттай тәтті нәрсе. Ол $1 тұрады, кішісі 70 цент тұрады. Сонымен соны алып, үйлеріңізге алып баруларыңызға болады. Қанша ақшамен келу керек? Если сіздер 10 күнге, мысалы біз бір күнге $10,000, грубо айтқанда $15,000 деп есептейтін болсақ, сіздер 10 күнге $150,000-ге келе аласыздар. Бюджетный $150,000, если тек қана Мафушида жүремін десеңіздер. Жоқ, басқа резорттарға барам деп атсаңыздар, $200,000 керек. 200, даже $250,000. Сондай. Сосын бұл жерде аэропорт басқа жерде, Малия қала басқа жерде, Мафуши басқа жерде. Сіздер катермен келесіздер мұнда. Катерге $20. Ол туристерге арналған, потому что менің естуім бойынша бұл жерде мальдивецтерге басқа цена, туристерге басқа цена. Менің берген информациям кішігірім болса да сіздерге пайдасы тисе, мен қуанамын. Қош сау болыңыздар.